Балаңыздың тамаққа тәбеті жоқ па? Онда таң қалмаңыз. Өйткені қазіргі уақытта балалар 5-6 айында тамақ бастаған кезде көпшілік ата-ана дайын пюрелерді беруге асығады. Және де магазиннің барни, печенье, булочки сияқты өнімдерін көп тұтынатын балалары, олар көмірсу өнімдерін жеуге әуес болады. Сондықтан бала ең алғаш рет тамақтануды бастаған кезде дұрыс өнімдерді жеуден бастауға кеңес беремін. Мысалы, брокколи, цветная капуста деген сияқты өнімдерді ешқандай тұзсыз, бұрышсыз, тек қана өзін суға асып, оны пюре сияқты қолдан жасап беріңіздер. Ешқашанда магазинде 4-5 ай, 1 жыл бойы сақталатын пюрелерді дайын күйде алмаңыздар. Өйткені ол ұзақ уақыт сақталу үшін оған арнайы консерванттар қосылады. Сондықтан үйіңізде өзіңіздің қолыңыздан махаббатыңызбен жасалған сондай өнімдерді беруге кеңес беремін.